Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазіргі таңда үйрек пен балықты біріктіре өсіру деген технология кең етек алып келе жатыр. Бұл технология Қытай мемлекетінде кеңінен таралған және Еуропаның Германия, Венгрия, Латвия сияқты Балтық жағалауы мемлекеттерінде кеңінен таралған. Бұл технологияның ерекшелігі, сіз егер табиғи көліңіз болса, онда тек балық өсіріп қана қоймай, онда оның үстінен қосымша үйрек өсіруіңізге болады. Және онда бір оңтайлысы, үйректер суды әбден шөп басқан, шалаң басқан суыңызды тазартып, мелиоратор қызметін атқарады. Және де оның саңғыры, суға түскен саңғырығы балықтарға органикалық тыңайтқыштар болады. Оның саңғырығынан суда әртүрлі зоопланктон, зообенц және де басқа да балықтың құрттары, ұсақ шаян тәрізді құрттары дамып, балықтардың өсімін, салмаққа өсімін жоғарылатады. Бұл технологиядағы ерекшелік, үйректің породалары, бұндағы пекиндік және де индаутка дейді, украиндық породалар. Бұлар 55 күнде, 55 тәулікте тауарлы салмаққа жетеді. 55 тәулікте бар жоғы. Және сіз бір маусымда, мысалы Қазақстанның орталық және оңтүстік аймақтарында 3 рет тауарлы өнім алуыңызға болады. Яғни, мысалы алатын болсаңыз, 55 тәулікте олар тауарлы салмаққа жетеді. Ал үйректердің тауарлы салмағы 2,5-3 килограмм болады.